Тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қанның, өлмеген жырдың отымен келген ұлы күн. Ұлттық қасиетіміз бен ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, ұлттық намысымызды қорғайтын, әлемге қазақты азаттық сүйгіш, рухы биік, намысы берік, халық ретінде жариялаған Тәуелсіздік күні құтты болсын. Тәуелсіздік ұғымы кімнің болмасын бойында мақтаныш сезімін оятып, ұлт жандылыққа жетелейтін анық. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Әрбір адам кеудесін көтеріп, мақтанып айтатын қасиетті ұғым. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған жастардың жалынды рухы, ерліктерінің арқасында шаңырағы биік, керегесі кең, мемлекет болып қалыптастық. Еліміздің тәуелсіздік бесігінде тербелгелі 29 жыл. 29 жыл ішінде Қазақстан етек жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. Биыл Қарағанды қаласында теннис орталығы ашылды. Орталықта бір мезгілде 650 бала жаттыға алады. Нысанның инфрақұрылымы әлемнің ең озық стандарттарына сай келеді. Мұнда 11 корт бар. Сонымен қатар жалпы және арнайы дене шынықтыру жұмыстарына арналған залдар бар. Орталық ITP Challenger деңгейіндегі әлемнің үздік 100 ойыншысы қатыса алатын халықаралық және республикалық теннис жарыстарын өткізуге, сондай-ақ отандық спортшылардың кәсіби шеберлігін шыңдауға мүмкіндік жасалды.